Баршаңызға ассаляму алейкум достар, бүгін мен сіздермен бірге алма бәлішінің рецептісімен бөлісемін. Ыдысымызға айранымызды құямыз, оған гашеный сода саламыз, араластырамыз. Біздің айранымыз көпіру қажет. Содан соң ыдысымызға жұмыртқа қант салып, бәрін жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін сұйық май құямыз, айранымызды құямыз және қайтадан жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін соңында ұнымызды саламыз және қайтадан бәрін миксермен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қою қамыр шығу керек. Бізге екі орташа алма керек, оларды осы жұқа қылдырып тураймыз. Қамырымызға салып араластырып шығамыз. Дайын қамырымызды формаға салып 180 градуста 30-35 минут дайындаймыз. Мінекей достар, біздің алма бәлішіміз дайын, ол өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Сіздерге 100% дайындауға кеңес беремін. Ал егер видеоны лайк қойып каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ассаляму алейкум.